Бәріңе сәлем достар. Сендермен бірге мен Мұстафа. Бүгін біз алдыңғы видеода айтқандай оружияларымызды тексеретін боламыз. Лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Оружияларымызды тексеруге көшейік енді. Ең бірінші МК-дан бастаймыз. Так, МК-дан скины бар екен, базар жоқ. Скиндер бар. Енді АК-дан келетін болсақ, осы мынау бар екен. Мынау бар. Қайсы жақсы деп ойлайсыздар? Осы скиннің араларынан бір скинді маған танып беріңіздерші. Так, АК-дан міне мынандай бар, точность 2 магазин бар. Мынау бар. Міне. Сосын міне. Болды, осылар ғана бар. Қайсын тағайын комментарийға жазып кетсеңіздерші. Енді М14-ке келетін болсақ, осындай скин бар, урон 1, дальность 2. Золотой скин бар екен, урон 1. Осындай эксклюзив. 24 сезон. Мынау бар, не береді, сказуемый деген. Так, енді скарға келетін болсақ, осындай скар бар. Сосын мынау бар, 2 урон, мынау бар екен. Сосын мынау бар, мынау. Болды, басқа скар жоқ. Енді 6 скин бар екен скарға. Енді Гроза осы бар, мынау бар. Осы үшеуі ғана. Енді ФАМАС. Осы ФАМАС 6 скин бар екен. Міне дальность, точность, магазин. Мынау урон 2 екен. Мынау да урон 2, дальность 4. Так, плазмада 2 скин бар. Плазманың өзінде. Одан точность бар екен. Так, дальность 1 мен скорость перезарядки бар. Сосын мына скины бар, осы. Болса 4 скин бар екен. Енді парафал, урон 1 мен дальность, точность 1 екен. Магазин береміз. Осы скиндер қайсысын қойсам болады? Қайсысы жақсы деп ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздерші. Осы скин бар, мынау бар екен. Так, G36 бір-ақ скин бар екен, точность 2 мен скорость 1. Винтовка, СК скин бар. СФ-ға бір-ақ скин сол. Маған бір скин. АК-80. Дальность 2, бір магазин, тоқтамайды. Так, міне 5 скин бар екен. Ең жақсы ойлаймын. Так, қойдыматтан. Мынақты 2 скин, ада бір скин екен, ададан жоқ. Енді осылардан мынау бар. Так, осылар бар енді. Так, осы тұр. Так, MP5. Так, енді осыдан щелкунчик бар. Мынандай бар. Осы 6 скин. Так, VSS-тен ештеңе жоқ. Так, осыған келетін болса 4 скин бар екен. 90 скин екен. Осындай.
мынандай жоқ екен енді скин. Томпсонға келетін болсақ, бұда әдемірек осы қойып қойдым әзірше. Так, вектор. Магазин 2 екен, точность жоқ. Дальность пен скорость. Так, мынау жақсы деп ойлаймын. Так, масон. Так, 4 скин бар. Осыны қойын. Бизонда скин жоқ. Дробовик. Ой-ой-ой, ең мықтылардың арасындағы скиндер осы яқта. Так, 6-лық дробашта осы 4 скин бар. Мынау бар екен. Одан бір спортпен жаратып қойсын. Спаста магазин осы скиндер бар екен. Маған қойған жақсы деп ойлаймын енді. Өзіңіз комментте жазып кетсеңіздер. Так, двусолка попугай бар. Так, Мак 7-ге 6 скин бар екен. Кенже скиннен біреу, 9-лықта баштан біреу, М5 шықсынан жоқ екен. Так, енді снайпер. Бұда 2 скин. Осы жақсы деп ойлаймын. Корректан неше? Корректан. Мынау бар екен. Енді АВМ-не мынау бар. Осылар бар. Так, мынада да бар екен. Жақсы скиндер. Так, бірақ мен ойымша осы мықты деп ойлаймын. Мына леч снайперден жым жоқ. ВСК-94-тен ештеңе жоқ. Пистолеттерден Дигл де бар екен. Нада бар. 6 скин бар екен. Мынау бар екен. Мынау скин. Так, қалғандарына дым скин жоқ. Так, достар, тағы да ближний бой. Так, ол сковородкалар бар. Мынау бар. Сковородканың түр-түрі бар ғой бізде деген. Ол сковородкалар бар. Енді паранг. Бұдан осы түр енді. Мынау бар. Осылар бар. Нада онан более тең ойнағанда қарың ашса нан жеп жүресің. Катанадан бар. Так, коса. Турский. Нау бар. Ең жақсы осы енді ножам нау. Осы 3 скин бар екен. Кулакта ештеңе жоқ. Гранатадан ойбай түр-түрі бар ғой гранатаның. Мынандай бар. Граната әлемін жинап алғанбыз біз. Мынандай бар. В общем, так, сцена келетін болсақ. Так, Сайтама One Punch Man-дікі. Золотая стена. Осы стена бар. Снова рампа. Осы ненікі бар. Пропуск осы. Осы скин бар. Осы бар. Осы металлический герой. Осы бар. Мынау бар. Осы 10 скин. Другой ден енді мынаған скинлар болды. Осы оружияға обзор бітті. Так, оружияда эволюция ештеңе жоқ бойынша. Так, лавадан
Так, айтпақшы бізде деген бірден де сіздерге көрсетіп жіберейін. Так, осы жақта осы кітаптың несі бар айтпақшы. Бізде 2 кітап ашылған екен. Қазір көрсетемін сіздерге. Не бірінші кітап? Міне, мына жақта бір кітап ашылған. Осы гранатаны алғанмын, соңғысын аламын. Так, осы енді болды. Бітті деген ойдамын. Енді келесі видеода көреміз не істейтінімізді. Сау болыңыздар. Чикпау!